Ассалаумағалейкум армысыздар, ардақты көрермендер, құрметті отандастар. Бүгін сіздермен бір жақсы жаңалықпен бөліскелі тұрмын. Түркістан қаласында Гранд автосалоны ашылған екен. Бұл екінші салон Түркістандағы. Бірінші салон өздеріңізге белгілі, біздің видеода көрсетіп кеткенбіз. Формула 1 автосалон еді. Мынау екінші салон. Бұл Гранд автосалоны Түркістан қаласындағы. Бұл автосалон қай жерде орналасқан десеңіздер, Бекзат Саттарханов даңғылы үлкен көшенің бойы, мына Шымкентке қарай кете беріс жер. Осы көшенің бойында жастар орталығының подвал астында орналасқан автосалон. Қазір сіздермен бірге бүгінгі Гранд автосалонның көліктерінің бағасы қандай, осы туралы сіздерге мәлімет бере кететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Біз бастаймыз ағайындар. Мінекей қымбат көліктер, арзан көліктер. Chevrolet Spark автокөлігі 5 миллион 500 мың теңге. Міне 44 мың шақырым жүрілген екен. 2019 жылы шығарылған автомат. Бағасы осындай ағайындар. Қағаз бетіне жазып кеткен. Соны оқып сіздерге мәлімет беретін боламыз. Және телефон нөмірі қағазында жазылған, видеода түсінбеген жерлеріңіз болатын болса, қазір телефон нөмірінде қосып айтамыз. Соларға қоңырау соғып, менеджерлері барынша осы автокөліктер туралы ақпаратты сіздерге толық беретін болады ағайындар. Мінекей мінілген көліктер бар, мінілмеген жаңа көліктер де бар екен. Міне Damas Chevrolet 3000 шақырым жүрілген екен. Жаңа көлік 4 миллион 400 мың теңге бағасы. 0,8 болады. Бұларда қозғалтқыш күші 2022 жылы шығарылған механика. 4 миллион 400 мың теңге. Damas 3000 шақырым жүрілген жалпы жаңа көлік. Көп қозғалмаған көлік. Мінекей Chevrolet'інде сіздерге мәлімет бере кетеміз. Malibu 87 мың шақырым жүрілген. 9 миллион 300 мың теңге бағасы. Көрермендер Grand Auto KZ 8777 540 ұялы телефонына хабарласып, қалған мәліметтерді білуге болады. Мінекей жағдай жақсы екен. Бағасы осындай. Chevrolet Malibu 87 мың шақырым жүрілген. Мына көліктерінде бағалары бар, ол компьютерде жазылған. Қазір салонның ішіне кіріп көретін боламыз. Мінекей Toyota автокөлігі Camry седан 2004 жылы шығарылған, 2.4 6,5 миллион теңге дейді бағасы. Мінекей Camry'дің бағасы. Басқа да көліктерді түсіре кетейік. Міне автосалонның алаңы, көліктер өте көп. Және салонның ішінде де көліктер бар. Оларды жеке-жеке түсіріп кететін боламыз ағайындар. Кобальт автокөлігі. Мына бұлардың бағасын ұялы телефонда айта кеттік. Солардан сұрап білуге болады ағайындар. Мінекей жаңа көліктер Mitsubishi. Мына жазып кеткен бағасын. Crossover 2022 1.5 бұның қозғалтқыш күші 14 миллион 200 мың теңге дейді. Мінекей Mitsubishi'nin 1.5 crossover бағасын көрдіңіздер. Кешірім сұраймыз. Мінекей мынандай көліктер де бар. Және жұмысқа қолайлы шаруа істеймін деген жамағаттар болатын болса, міне ұсынамыз. Мына бір Қытай көлігі, жүрілген көлік. Міне бамперінде кішкене трещина бар екен. Вавкова дейді. 61 мың шақырым жүрілген, грузовой 2019 1.5 5 миллион 500 мың теңгеге бағаланып тұр. Мінекей Damas жүрілген көліктер ағайындар.
2011 жылы шығарған механика 1 дейді, қозғалтқыш күші 4 миллион теңге. Мына бір түрі Дамастың. Келесі Старекстерде бар жүрілген көліктер. Автомат 2.9 дизель дейді. Бағасы көрінбей тұр ағайындар. Қазір сұрайтын боламыз ар жақтан. Hyundai Starex. Мына бір Chevrolet Captiva 7 миллион 500 мың теңге, 2.4 2013 жылы шығарылған кроссовер автомат, түсі қара екен. Көрсеңіздер болады. Бұл автосалонда банк қызметі де қарастырылған, келіп кредит есебінде алуға да болады екен. Toyota Prado дейді, 233 мың шақырым жүрілген, 2007 жылы шығарылған. Бағасы, міне, бір айналдырып кетейік, түсі ақ. Бағасы 15 миллион дейді. 15 миллион бағасы. Renault автокөлігі де бар екен, міне. Subaru 14 миллион теңге бағасы. 2.5 2019 жылы шығарылған, шақырымын жазбапты, мінеке. Subaru. Мінеке ағайындар. Көрермендер, Grand Авто салонының ауласындағы парковка дейді ғой, аялдамасындағы көліктердің бағасы осындай. Қазір салонның ішіне үңіліп, олардың да бағасын білетін боламыз. Мінеки комфорт көлік іздеген көрермендер болатын болса, міне ұсынамыз. Түсіріп кетейік, міне Grand Авто салоны Бекзат Саттарханов даңғылында орналасқан, қарама қарсы бетінде Zeta жиһаз дүкені бар, және Rixis қонақ үйі көрініпті, көрсеңіздер. Соның айналасында орналасқан. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Түсіріп кетейік. Қашан ашылды бұл салон? 10 қаңтарда, осы 2023 ашылды ғой. Құтты болсын ашқандарыңызға. Біздің облыс орталығы болғалы бері мінеки көптеген нысандар бой көтеріп, көптеген бизнестерге жол ашылып жатыр. Chevrolet Cobalt, міне жаңа көлік екен, 1.6 7 миллион 800 мың теңге. Мінеки 2022 жылы шығарылған, барлық жағдаймен дейді, барлық жағдай қарастырылған. Міне титановый дискі. Мінеки эмблемасын көріп көрейік, Grand Авто орталығы дейді. Міне жаңа көліктер де бар, жүрілген көліктер де бар. Келіп, көліп, аралап, өздеріңізге ұнаған көліктерді алып кетулеріңізге болады. Алыстан іздемей-ақ, мына Түркістан төңірегінде ағайындар болатын болса, 17 миллион 200 мың теңге, 2 қозғалтқыш күші 52.800 шақырым жүрілген екен. Kia K5 маркалы үлгідегі көлік. Түсі ақ. Көрінісі әдемі. Артқы бамперін қасаңыздашы, бампер. Көз тартар көлік. Келесі Hyundai автокөлігі. Hyundai автокөлігі Sonata 16 миллион. Бағасы 1.6. Автомат 2022 жылы шығарған, 27.850 шақырым жүрілген екен. Дискісін қараңыздашы, дискісін. Жалпы ағайындар, бұл салонда көліктердің шанағында ешқандай майысқан жерлер жоқ. Барлығы соңғы үлгідегі көліктердің қатары алушы адамдарға дайындалған дұрыс көліктердің бірі. Міне Hyundai Accent 40 мың шақырым жүрілген, механика беріліс қорабы. Бағасы 7 миллион 400 мың теңге. Бұл салонның тағы да видео барысында айта кетейік, ұялы телефоны 8 777 540 40
ұялы телефонына хабарлассаңыздар болады. Мінекей Toyota іздеп жатсаңыздар, Camry 165 мың шақырым жүрілген екен, 2.5, 13 миллион 200 мың теңге. 2012 жылы шығарылған Camry. Келесі Toyota көлік, біз Toyotаға қызығатын халықтың біріміз, сондықтан мінекей 138 мың шақырым жүрілген Toyota Camry 2.5 автокөлігі, түсі қара, 15 миллион 200 мың теңге. 2017 жылы шығарылған. Бұл үлгідегі көліктерде бар екен. Келесі көлік, келесі Toyota 2.5, 15 миллион 500 мың теңге, 105 мың шақырым жүрілген. Түсі ақ. Мына 70-терге де назарымыз салайық. Бұл көлікке назар салып кетпеу мүмкін емес. 80 мың 500 шақырым жүрілген, 2.5, 16 миллион 700 мың теңге. 2019 жылы шығарылған 70-тер. Түсі ақ. Келесі 70. 62 мың шақырым жүрілген, 19 миллион теңге бағасы. 2.5, 2019 жылы шығарылған көлік. Үлкен көліктерде кезек келді. Toyota Land Cruiser Prado автокөлігі 2.7 қозғалтқыш күші 78 мың шақырым жүрілген, бағасы 30 миллион. 2018 жылы шығарылған көлік мінекей. Әрине салоны былғары. Көрінісі осындай. Келесі Starex Hyundai H1 85 мың шақырым жүрген, H1 17 миллион теңге бағасы. 2.5 дизельді автомат. Мінекей шақ. 2.4, 18 миллион 400 мың теңге Hyundai Santa Fe, 14 мың 456 шақырым жүрілген, 2020 жыл. 2020 жылы шығарған автомат бұлар. Мінекей Santa Fe автокөлігі. Келесі Chevrolet Equinox деген автокөлік 6681 шақырым жүрілген екен. 2021 жылы шығарылған. Мінекей барлық алыста көргендегі көрініс осындай. Әдемі дизайн. 1.5 қозғалтқыш күші, бағасы 13 миллион 200 мың теңге екен. Equinox деген автокөлік. Артқы. Келесі Hyundai кроссоверлердің реттік саны пакетмен тұр ішінде. Былғары, орындықтары. Tucson дейді, Hyundai Tucson 16 километр жүрген екен. Негізі жаңа көлік бұл. 2020 жылы шығарылған, 18.400 бағасы. Келесі көлік Tucson Hyundai. Мінекей. мың шақырым жүрілген, 2019, түсі ақ. 2 қозғалтқыш күші 15 миллион теңге дейді бағасы. Мінекей. Келесі Kia'ны түсіп көтейік. Міне соңғы көлік. Kia Rio 20 мың шақырым жүрілген, 2022 жылы автомат беріліс қорабы, бағасы 10 миллион 200 мың теңге. Қозғалтқыш күші 1.6 екен ағайындар. Мінекей. Бұл автосалоннан басқа да көліктерге тапсырыс бере аласыздар. Және осы автосалонға байланыс жасаймын деушілер болатын болса, тағы да бір қайтара телефон нөмірін айта кетейік сіздерге. 8777 540 ұялы телефонына хабарласа аласыздар ағайындар. Бүгін мен осы шығарылымыздың соңына да келіп жеттік ағайындар. Сіздермен бірге қоштаспаймыз, әрқашанда біргеміз. Хабарласыңыздар, салон туралы сұрақтарыңыз болса пікір алаңына жазып қалдыруларыңызға да болады. Келесі кездескенде сау саламатта болыңыздар. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын. Біз біргеміз ағайындар.